Сәлем, сенімен бірге Оспанхан Меруерт, неврологияның кезекті сабағына қош келдің. Біз 12 жұп нервтің соңғы 2 жұп нервін бүгін талқылап бітіреміз, және де бұл өте қысқа сабақ болады, себебі бұл жерде тармақтар өте кішкентай. Ал енді біз бастайық. 11-ші нерв нервус аксессорис, яғни қосымша нерв деп аталады. Қосымша нерв бұл бізде сопақша ми негізінде және де бізде жұлындық бірінші 6-шы сегменттердің аралығында ядролар орналасқан. Оған дейінгі жол бізде қалай келді? Ол бізде кортиконуклеарис жолы арқылы келді ми қыртысынан. Одан кейін сопақша мида меншікті ядросын алды, және де 6 мойын сегменті бар ғой, алғашқы. Сол аралықта бізде осы қосымша нервтің ядролары қатар орналасқан екен. Яғни бұның ядролары сопақша мида және алғашқы 6 мойындық сегментте орналасқан деп айтасыздар. Енді ол бізде қалай шытқа қарай шығып бағытталады. Бұның қызметі тек қана қозғалтқыш, сол үшін біз бүгін сабақта тек бір ядро туралы ғана талқылаймыз. Ол да басқа нервтер сияқты осы оливаға жетпей төмен қарай бағытталып шығады, сопақша мидан. Артқы латералды бораздасы арқылы. Одан кейін бізде мойындық сегменттің жолының көрінісі, жолының мынау алдыңғы мүйізі. Осы алдыңғы мүйізінде бізде меншікті ядролар орналасқан 11-ші нервтің 1 мен 6-шы мойын сегменттер аралығында. Олар шығады осы түбіршіктер арқылы. Одан кейін жоғары қарай бағытталады форамен магнум, яғни үлкен бас мен негізіне кіретін тесік. Осы тесік арқылы кіреді да, ол мына тармақпен қосылады. Сүйзекті екеуі бірге қосылып нервус аксессорис, яғни қосымша нервтік тармақ тұрғайды. Олар басқа нервтер сияқты форамен юлярис, яғни мойындырықтық тесік арқылы шығады да, өз кезегінде 2 ғана тармақ береді. Бұл 2 тармақтың біріншісі бізде мына 2 негізгі бұлшық мускулус стерноклейдомастодиус нервтен тұрады. Одан кейінгі тармағы бізде мускулус трапезоидеус, яғни трапеция тәрізді бұлшықеттерді нервтендіретін қозғалтқыш тармақтары бар. Яғни бізде мойынның қозғалысына жауап беретін негізгі 2 бұлшықет қой. Осы бұлшықеттерге келетін тармақтар. Сол үшін бұл нервті 12 жұп нервтің қатарына қосқан, осындай маңызы болған үшін. Одан кейінгі бізде мынау сыртқы тармағы, ал мынау ішкі тармағы. Ішкі тармағы ол бізде нервус вагус, яғни кезбе нервтің тармақтарымен бірге қосылып кетеді. Осылай қосылып кеткеннен кейін нервус вагустың жолымен қарай қабаттасып жүреді. Вот бізде осындай нервус аксессористің 2 ғана тармағы бар. Бір қозғалтқыш ядросы бар. Сонымен бізге білу керек нәрсе осымен тәмам. Так, нервус гипоглоссус, яғни тіл асты нерві. Бұл 12-ші жұп нерв қызметі жағынан таза қозғалтқыш моторлы ядросы ғана бар нерв болып табылады. Оның ядросы бізде сопақша мида, сопақша ми негізінде ұзына қатар бойы орналасқан үлкен ұзын қатарды құрайды. Сондықтан оның талшықтарын бірнеше нүктеден шығарып көрсеттім. Одан кейін осы талшықтар шыға отырып, олар оливаға жетпей басқа нервтер сияқты шығады, бірақ басқа канал арқылы, яғни тіл асты каналы арқылы бас ми негізінен шығады екен. Осыдан шыққаннан кейін тек қана осындай маңызды бір тармақ, тілге қарай тармақ береді, тілдің бұлшықеттеріне, тілдің қозғалтқыш бұлшықеттеріне қарай нерв талшықтарын береді екен. Бұл гипоглоссустың тағы да мынадай тармақпен байланысатын негізгі қызметі бар. Мынау бізде мойындық сегменттер, соның ішінде алғашқы 4 сегменттен шығатын өрімдік тармақтар бізде мойындық өрімді құрайды. Яғни осы сегменттерден бізде алдыңғы түбіршіктерінен тармақтар шығады. Шыққаннан кейін олардың алдыңғы тармақтарына бір-бірімен бірге отырып, мойындық өрімді құрайды. Мынау мойындық өрім. Осы мойындық өрім бізде жоғары қарай бағытталып, осы тіл асты нервпен байланыса отырып, осындай дөңгелек шеңберлік нерв құрайды. Одан кейін осы шеңберден бізде мынадай бұлшықеттерге тармақтар береді. Кеуде қалқанша, одан кейін кеуде тіл асты, қалқанша тіл асты және жауырын тіл асты бұлшықеттеріне қарай беретін тармақтар береді. Осы бұлшықеттер нервтендіреді, және де оның негізгі тармағы тілдің
бұлшықеттерін нервтендіреді. Тілге келетін тармағындағы негізгі бұлшықеттер ол мускулус тилохейдус, мускулус гипоглоссус, мускулус гениохейдус деген бұлшықеттер. Вот, осымен бізде 12 жұп нервті толық талқылап біттік. До конца менімен бірге көріп талқыласаң, сен молодецсің. Осымен сау бол.